петлядан іліп шығардық, иә. Мына жақта да дәл солай болады. 1, 2, 3. Үшінші петлядан бір воздушный петля шығарып, соединительный петля жасаймыз дәл осылай. Міне. Мынау 1, 2, 3. Үшіншіден соединительный петля жасаймыз. Осылайнан. Жалғап алдық. Жаңағындай басында қалай істедік, дәл солай. Мынаны барынша созып, осылайнан айналдырып әкелеміз да кигіземіз. Жұмыс жібімізді ақырын тартып, мына жерді байлаймыз. Міне бізде бірінші қатар кетті. Келесі қатар. Тағы да жаңағындай 1, 2, 3. Үшіншіден крючогымызды іліп шығарамыз. Жұмыс жібін тартып шығарамыз да. Мынау қатты бос болмау керек, қатты тартылмау керек. Міне бүйтіп есептеп аласыздар ғой. Енді бір воздушный петляға көтереміз. Келесі. Міне бірінші тұр мына жерде. Мынау тесік тұр, иә. Осы петля с накидаммен жаңағы тоқылған қатарымыздың ортасына. Тағы да петля с накидам тоқимыз. Бір петля с накидам. Екі петля с накидам. Екеу тоқыдым бір тесікке. Келесі екеуін тастаймын. 1, 2. Екеуін тастаймын да мына жерге тағы да 2 петля с накидам тоқимын. 1, 2. Міне. Мына жіпті ұмытпаймыз. Мына жіпті бірге тоқып кетеміз. Келесі тағы да екеуін тастаймыз да, келесіге тағы да екеу тоқитын боламыз. 1, 2. Одан кейінгіде 1. Яғни әр 2 петлядан кейін тағы да 2 воздушный петля тоқып отырамыз. Басынан бастап осылай тоқып келеміз. Соңына келдім. Міне жаңа мына жақта қалай бастадым, солай аяқтаймын. Міне. Тағы да 2 петля с накидам тоқитын боламын. Міне осылайнан тоқимын. Сіздердің мына жердегі жаңағы воздушный петляларыңыз әр қалай болуы мүмкін, екен сіздердің тоқудағы жаңағы тығыздықтарыңыз, қалай тығыз тоқисыздар, мүмкін бос тоқисыздар. Ол өздеріңізге байланысты мына жерді алу. Бірақ ол міндетті түрде дәл осы узормен тоқу үшін міндетті түрде ол жұп сан болу керек. Мысалға 12, 10, не болмаса 16, 14 деген сияқты жұп сан болу керек. Себебі әр 2 петлядан кейін біз міне осылайнан тоқып отырамыз. Келесі ары қарай дәл солай кете береді. Тек бізде петля саны көбейеді 2 петляға ғана. Енді жаңағындай жалғайтын боламыз. Міне 1, 2, үшіншіге жұмыс жібін шығарамыз да соединительный петля жасаймыз. Енді мынаны айналдырып әкеліп, байлан шығарып, мынаны сәл тартамыз. Сөйте байланады. Әрі қарай дәл солай кете береміз. 1, 2, 3. Жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бір петля с накидом, без накида тоқимыз да, міне мына жерге қазір
дәл осы жерден тағы да 2 петля с накидом тоқитын боламыз. 1 2. Одан кейін тағы да екеуін тастаймыз да 1 2. Ешқандай да бір рет воздушный петля көтерудің қажет жоқ. Келесіге тағы да петля с накидом екеуін тастап, мына жерге 1 2. Дәл осылай жалғаса береді. Мына жерге дейін келгенше жалғастырамыз. Тоқымамның соңына келдім. Мына жерді бір көрсетіп жіберейін. Міне. Жаңағындай 1 2 3 үшіншімен соединительный петля жасаймыз. Енді мына жерден былай қарай мен мына жерге дейін алып келіп тоқуым керекпін. Міне. Мына жерде 1 петля тұр. 1 петля без накида тоқимын. 1 петля тағы да бір соединительный петля тоқимын. Келесіге тағы да бір соединительный петля тоқимын. Сосын енді қарасаңыздар, жаңа біз мына жерден бір-ақ рет қана 1 петля ғана іліп алғанбыз. Негізінде біз әрқайсысына 2 петлядан іліп шықтық. Енді осы жерден тағы бір петляны соединительный петля жасаймыз. Міне. Жері сәл дұрыстап қойсаңыздар болады. Ары қарай бір воздушный петляға көтеріп тоқымамызды бұрамыз. Тоқымамызды бұрамыз да әрбір петляға 1 петля без накида тоқып шығамыз. Міне. Әрқайсысына. Әрбір петляға міне, аяқтан өз петлялар көрініп тұрады. Содан мына жерге дейін алып келеміз. Дәл осы жерде айта кететін жайт, сіздер жаңағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осы жерін әрлесеңіздер болады. Мен жаңағындай петля без накида тоқсаңыздар да болады, не болмаса дәл осылай істесеңіздер болады. Былайнан жаңағы жұмыс жібін шығарып, крючогымызды осылайнан бұрап, және де жұмыс жібін осылай іліп шығарсаңыздар, сіздерде мынандай нәрсе пайда болады. Мінекей мен соңына келдім. Енді дәл мына жер сияқты ғой, мына жақта. Мына жерде жаңа біз бір ақтал петля іліп алғанбыз. Сол сияқты мына жерден тағы да бір петляны іліп шығарамыз. Да соединительный петля жасаймыз. Мына жібімізді қылып тастаймыз. Сәл қысқарақ қия берсеңіздер болады. Енді мынаны іш жағына қарай жасырып жібересіздер. Осымен біздің аяқ киіміміз дайын. Мінекей, дәл осындай аяқ киім пайда болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша мына жеріне әдемі гүл тоқсаңыздар болады, не болмаса дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша өз фантазияларыңызға қарай сәндеп аласыздар. Егер де видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып,
лайк басып кетіңіздер. Ол мен үшін дәл қазіргі уақытта өте керек нәрсе болып тұр. Сондықтан да көмектеріңізді аямаңыздар.